абайдың 20 қара сөзі. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгермейді. Пендеде бір іс бар, жалғаны деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі тапқан емес. Оған егер білініксе, адам баласын құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп, тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел, ойлы адам баласы байқаса, осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да, көңілі аз ба, көп пе, жалғады. Оның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсызын біледі, көңілі бұрынғыдан да сөйлей бастайды. Дүние бір қалыпта тұрмайды, адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпта тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпта тұрмақты берген жоқ. Енді көңілі қайдан бір қалыпта тұра алады? Бірақ осы жалқау деген, әр нені көрем деген, өп көрген, дәмін, бағасын, бәрінің де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Соншалық ғұмырының баянсызын, дүниенің әрбір қызығының, ақырының, шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жақсы болады. Бұлай болғанда ақымақтық, қайғысыздық та бір ғалиет екен деп ойлаймын.